Өтің жарылып кетсе де айтайын, осы күнге дейін бір адам айта ма деп едім, ешкім айтпады. Үлкені де, кішісі де. Шындық деген нәрсені көбісі жақсы көргенмен, айтқан адамды жек көреді. Ол хақ нәрсе. Бізді бір ақ нәрсе ұстап отыр ағайын. Ол заң. Егер заң жоқ болса, бір-бірін шайнап, жұтып, жоқ жіберудің алдында тұр. Заңнан қорыққаннан ғана бір жерлерін қысып отыр. Мен қазір өзге ұлттан емес, өзіміздің қазіргілерден қорқайын дедім. Рас. Мен қазір айдан алып нәрсені айтпаймын. Қоғамды алып қарасаң да, әлеуметтік желін ашып қарасаң да, бөлініп, тоз-тозына шығып бітті ғой ағайындар. Трансыңды да қолдап жатқан, ЛГБТіңді да қолдап жатқан өзіміз. Мен осы жасқа келіп естімеген, көрмеген нәрсені көріп отырмын. Қазір мына қазақтар атеист болып жатыр. Біз тәңіршілміз дейді. Осының бәріне бір түсініктеме беретін бір пене бар ма? 40 үйден тыйған қазақ бір тикток қыздарымызды тыя алмай қалды ғой. Осының бәріне кім кінәлі? Біз жігіттер кінәліміз. Өйткені бізден намыс жоқ жігіттер. Әр әулеттің еркегі мықты болса, ол әулеттің қыз келіншектері тайраңдатып жүргізіп қоймайды намыстылар. Баяғыда Google'дан көрсететін нәрсенің бәрін қазір TikTok'та прямой эфирде көріп көзіміз тойды. Тек бір-ақ нәрсе қалды, бір-бірімен поқылдасу, қалғанның бәрін істеп жатыр. Шешінді көрсетпеген нәрсесі қалмады. Соның астында қолдап отқанның бәрі кім? Өзіміздің қазақтың жігіттері. Қазақтың жігіттері намысты болатын болса, ол нәрсені қолдамайды. Сендер Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Қайтар дүние деген нәрсе бар ғой, ертең өзің қыз өсіріп отырсың, ұл өсіріп отырсың. Сенің мақсатың, арманың не сонда? О қызды шешіндір. Көшеге шығатын болсақ, 15, 16, 17 жасар кейбір қыздарымыздың аузында одноразка, электронный сигарет, шеккені темекі, ішкені пиво, искегендері химия, миф деген нәрсе бар қазір. Прямой эфирде шарик деген нәрселерді искеп отыр. Соның бәрі өзіміздің әр рудан шыққан қарагөз қарындастарымыз. Ал руға бөлінгенде алдарынан жан салмайды. Әр рудың билері бар ғой, бас-басына би болған өңкей қиқым деп абай айтпақшы. Неге сол қыздарға тоқтау қоймайсыңдар? Өйткені намыс жоқ жігіттер. Біз дінге келген кезде бәріміз ақылшы, бәріміз білімді, көсем болып кетеміз, шешен болып кетеміз. Ал осы нәрсеге келген кезде құлақ естімейді, көз көрмейді, тіл байлаулы. Айтасыңдар ма? Бәрін бірдей айтыңдар. Біз әлі жүрміз сол домбыра харам ба, хиджаб арабтікі ма, Шыңғысхан қазақ па? Оның келіп кетер не пайдасы бар саған? Неқта боғыңмен ботқа болып жатсың. Бабаңмен мақтанғанда көкірегің тұрып тұр, мақтанасың, біздің бабаларымыз мықты болған деп. Сен қазір бабаңмен мақтанасың. Біздің ұрпақ кіммен мақтанады? Сенмен мақтанама? Ол кісілер миссиясын орындап кетті, олардың мықтылығына ешкімнің дауы жоқ. Енді бабаңның кім болғанын айта бермей, өспелең ұрпақ бала шағаның кім болатынын ойласайшы бауырым. Баяғыда әжем айтатын еді, Құдай пейіліңді алса өлдім дей бер деп. Құдай біздің пейілімізді қойған ағайындар. Қазақша ауыз сөзбен тәрбиелеген, балам ят болады, обал болады, жаман болады. Болды, осы 3 ауыз сөз сенің бүкіл өміріңе жетеді. Біз әлі жүрміздан теңіздің бетіндегі көбігімен айналысып, астында емес. Ағайындар ойланайық, бұл күлетін нәрсе емес негізі.